Жылы теңіз, жұмсақ құм, бастысы тарихи тұнған таңғажайып қала Стамбул. Сәлем достар, біз Стамбул қаласындамыз. Түркия еліне бару үшін төл құжатыңыз болса жетіп жатыр. Балалар үшін де жеке төл құжат талап етеді. Виза керек емес. Ең қолайлы көліктің түрі ұшақ. Кейбіреулері Иран арқылы көлікпен немесе Каспий теңізін басып Әзербайжан арқылы барады. Бірақ жол ұзақ және шекаралар көп болғандықтан уақыттан ұтыласыз. Айтпақшы, билетті онлайн түрде әуе компаниясының бас сайты арқылы алсаңыз жасырын комиссия болмайтындықтан ақша үнемдейсіз. Енді Стамбул туралы айтайын. Бұл қала Европа құрлығындағы ең үлкен қала. 335-1453 Рим императоры Константиннің құрметіне Константинополь деп аталды. 395-1453 Византия мемлекетінің 1453-1918 жылы Осман сұлтандығының 1918-1923 Түркияның астанасы болды. Стамбул жаңа әуежайы әлемдегі ең үлкен болып есептеледі. Әуежай жұмысын бастағалы 2 жылға жақындаса да терминалдар құрылысы әлі жүріп жатыр. Қала шетінен 40 шақырымға жуық қашықтықта. Сіз бізді осы жаңа әуежайда келе жатыр деп ойлайсыз ба? Қателестіңіз, ал біз өкінішке орай ескі әуежаймен келе жатырмыз. Әуежайдан қалаға такси немесе жолаушылар автобусы арқылы жетуге болады. Біз секілді. Достар, аналардың бәрі Сұлтан Сүлеймен сериалын үзбей тамашалаған болар. Көпке танымал болды. 50-ге жуық ел көрсетілді. Осы жерде енді мен де тұрмын. Мысалы, менің артымдағы бұл Айя София мешіті. Бұл Айя София мешіті көне сәулет өнер туындысы саналады. Стамбулдағы ірі мешіттердің бірі. Айя София мешітінің іргетасы Византия императоры Константиннің бұйрығы бойынша қаланған. Бұл сонау 532-537 жылдары салынған екен. Тарихта 10.000 жұмыскер 5 жылда салып аяқтайды деп жазылған. Мешіттің биіктігі 55 метрден, ал диаметрі 30 метрден асады екен. 1453 жылға дейін ғибадатхана болған. Осман империясынан өткеннен кейін мешіт ретінде пайдаланған. Ал 1935 жылы музей болып 2020 жылға дейін жұмыс істеген. Содан кейін қайта мешіт болып ашылған. Айя София мешіті тамашалап 15 ғасырдан астам уақыт бұрын салынған базилика цистернасын көрдік. Бұл Стамбулдың тамаша тарихы нысандарының бірі. Айя Софияның оңтүстік батысында орналасқан қаланың ең үлкен жабық цистернасы. Ол 10-12 метр тереңдікте орналасқан. Түркиядағы көне және де жақсы сақталған су қоймаларының бірі. Цистернаның ұзындығы 140, ал ені 70 метр. Достар, базилик цистернасын